2021 жылдың «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясына орай тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап атауымен келесі кітап топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жылату көп, көңілді жұбату жоқ. Қалай жүрсең күйесің, бәрібір от. Лаулап жанған арманның ұшқынынан жүрегімде тұтанып, жайнады шоқ. Деп жырлайды қазақтың көрнекті ақыны Мұқағали Мақатаев. Айдың, күннің аманында Рауан үйінен кетіп, кезбе атанды. Неге кетті? Оған себеп не? Оның достары, ата-әжесі, ата-анасы, жалпы Рауанның өзі қандай бала еді? Белгілі балалар жазушысы Талымбек Әбдірайымның «Тұнжыр хикаяты» осынау сауалдарға жауап іздейді. Жинақтағы ертегілер мен мысалдардың да айтар тағылымы мол. Жас өркен жан дүниесіне әсер етерлік әңгімелердің оқиғасы қызықты, балаға тән іс әрекеттері мен оқырманын баурайтынына сенімдіміз.